Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып People's Book кітабындағы 42 және 43-ші беттегі Our Planet's Treasure тақырыбын өтетін боламыз. Exercise number 14, listen, point and repeat then match. Оқушылар 14-ші жаттығу бізде жаңа сөздер берген. Сол жаңа сөздерді суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші бізде waterfall. Waterfall ол бізде оқушылар сарқырама C суретінде көрсетілген. Екінші rainforest, жаңбырлы орман A суретінде көрсетілген. Үшінші river, өзен G суретінде көрсетілген. Төртінші desert, ол бізде шөл B суретінде. Бесінші ocean, ол бізде мұхит D суретінде. Алтыншы island, арал E суретінде көрсетілген. Lake, көл F суретінде. Сегізінші mountain, тау H суретінде көрсетілген. Келесі жаттығу оқушылар exercise number 15, read and choose the right word, then decide if the sentences are true or false. Correct the false statements. Оқушылар бірінші бізде берілген сөйлемді оқып, оның дұрыс сөзін астынан таңдауымыз қажет, A немесе B, және де сол біздің жазған сөйлем дұрыс па, бұрыс па, соны тауып true, false белгілеуіміз қажет. Бірінші сөйлемде rainforest белгілеген, екіншісін оқиық. Niagara Falls is part of it is in Canada. Бұл жерде оқушылар waterfall, яғни сарқырама деген сөз таңдаймыз, себебі Niagara Falls деген сарқырама. Оның бір бөлігі Канадада дейді. Бұл дұрыс оқушылар true деп белгілейміз, және де waterfall сөзін белгілейміз. Үшінші, Baikal is a river or lake in Egypt. Baikal is a lake болады, яғни көл, және де бұл false болады, яғни Египетте орналаспаған Байкал. Төртінші, part of the Sahara desert is in Morocco. Бесінші, Сырдария is a river in Kazakhstan. Яғни ол өзен, Сырдария деген. Және де ол true болады. Алтыншы, Hawaii is an island in Greece. Бұл жерде оқушылар island сөзін таңдаймыз, яғни Гавайи аралы Грецияда орналасқан дейді. Бұл қате, яғни false болады. Жетінші, Hantengri is a mountain in Kazakhstan. True. Сегізінші, the Pacific Ocean is the largest in the world. Ocean in the world. True болады. Келесі бетте оқушылар бізде A, N және Z артиклын түсіндіріп кеткен, яғни белгісіздік артиклы N және Z белгілі артиклы. Яғни оқушылар артиклы ол бізде көріп тұрғандарыңыздай тауды айтқан кезде a mountain, a lake, a desert, a country, a river деген кезде келеді. Және де дауысы дыбыстан басталатын болса сөз ол бізде N артиклы болады. Мысалы an island, an ocean. Оқушылар бұл ережеге бағынбайтын, бізде қасында тұрғандар, яғни артикл қойылмайтын есімдер бар. Мысалға Белуха Mountain'ның алдында ешқандай артикл қойылмайды. Және Lake Балқаштың алдында қойылмайды. Және де The Sahara Desert, Сахара шөлін айтқан кезде The артиклы қойылады. Казахстан дегеннің алдына ешқандай артикл қойылмайды. The River, бұл жерде оқушылар The артиклы қойылады. Hawaii дегеннің алдында ешқандай артикл қойылмайды. Және де The Atlantic Ocean, яғни Атлант мұхитының алдына The артиклы қойылады. This exercise number 16, read and choose. 16-шы жаттығу оқы және таңда. Қайсы артикл дұрыс, сол артиклді дұрысын таңдауымыз қажет. Екінші сөйлемнен бастайық ендеше. My uncle lives on an island in Italy. An артиклін таңдаймыз бұл жерде. Үшінші, where is Aralkum desert? Бұл жерде оқушылар the артиклін қоямыз. Төртінші, Malta is small country in Europe. Бұл жерге артиклі қойылады. Бесінші, Irtysh river flows through Russia. Бұл жерге оқушылар the артиклі қойылады. The Irtysh river flows through Russia, China and Kazakhstan. Алтыншы, he bought a house near Lake Baikal. Бұл жерге оқушылар ешқандай артикл қойылмайды.
The next exercise number 17, read and complete, use a and the where necessary. Оқушылар бұл жерде де a and the article'ын толықтырып қойып жазуымыз қажет. Ендеше мәтінді оқиық. Kazakhstan is the 9th largest country in the world. Болады. The article'ын қоямыз бұл жерге. Kazakh is the main language, but a lot of people also speak Russian and English. Бұл жерге ешқандай артикл қойылмайды, себебі тілді айтып тұр, Russian және English деп. Бесінші, the capital of Kazakhstan is Nur-Sultan, an exciting modern city. There is also a lot of natural beauty in Kazakhstan, including mountains, rivers, lakes, and forests. The Caspian Sea. Бұл жерге the article'ын қоямыз. Одан кейін 9-шысына a visit to Kazakhstan is an interesting experience, and the Kazakh people always give their visitors very warm welcome.